Сәлем, қалайсыздар? Қазір таңғы сағат 4:45. Мен далада серуендеп шығуға шықтым. Жаяу жүріп, біраз ойымды жинақтап, ішімдегі сұрақтарға жауап іздеп, қайда барамын, алдағы іс-әрекетім қандай болады деген сияқты нәрселерді ойлап, соларға бір жауап алу үшін осылай жаяу шығып, өзіммен өзім болуды қаладым. Негізі YouTube каналға бір күшті видео салғым келіп жүрген. Соны кеше түсіруге менде мүмкіндік болмады. Енді қазір ойлап тұрмын, неге осылай жүріп, айтып жүріп, жасай бермеске деп та. То есть қиындатудың қажеті жоқ негізінде. Как раз сол мен өмірімді жеңілдететін, вообще өмірді жеңілдететін менің 3 ұстанымым, 3 қағидам деп айтсам болады. Сол нәрсемен сіздермен бөліскім келген. Кеттік онда. Ең бірінші менің өмірімді жеңілдеткен ұстаным ол барлық жауапкершілік менікі емес. Яғни мысалы туыстарымда бір проблема болып қалса, ойбай, оны мен шешіп беруім керек. Қызымда бір нәрсе дұрыс болмай жатса, мен значит дұрыс емес анамын, мен дұрыс жасамай жатырмын, сол үшін болып жатыр деген сияқты. Немесе бір бауырыңда проблема болып қалса, мен жасауым керек соны деп ол сұрамаса да хотя, бірақ сол арқылы мен түсіндім, то есть басқалардың жауапкершілігін өзіме көп алып қоятынымды. Плюс сізде біліңіз, егер сіз осылай дәл қазір барлығына көмектесуім керек, барлығын жасауым керек деген нәрсемен өмір сүріп жүрсеңіз, онда сіз сол адамның өту керек жолын, сол адамның өзінің өтіп алу керек сабағын сіз былайша айтқанда өзіңізге алып қойып жатсыз да, даже ұрлап алып жатсыз деуге болады да. Бұл нәрседе не істеу керек? Тек қана сұрақпен жақындау керек. Мысалы, бір жағдай болса, мен саған қалай көмектесе аламын? Не істей аламын? Деген сияқты сұрақпен жақындау керек. Ал онда егер ол адам көмек сұрамаса, онда оған барып сразу бір өзіңнің сұралмаған ақылдарыңды айтып, көмегіңді жасаудың қажеті жоқ. Бұл сенің салқынқандылығыңды, бір оған суық, безразличный екеніңді көрсетпейді. Бұл просто әр адамның өзінің шекарасының барын көрсетеді. Екінші ұстанымым ол барлық нәрсе идеальный болуға міндетті емес. Сен де идеальный болуға міндетті емессің. Саған қателесуге болады деген нәрселер маған осы психологияға келген кезде осы нәрселер мені өте қатты өмірімді жеңілдетуге көмектесті. Біз кейде идеальный ана болғымыз келеді, идеальный келін болғымыз келеді, идеальный әйел болғымыз келеді. Бірақ бұл всегда іске аспайды. Наоборот, идеальный жасаймын деп қателесуге болмайды деген түсініктер арқылы біз өте көп нәрсені жоғалтып алады екенбіз, көп нәрсені бастамайды екенбіз. Оның артында жақсы, сен идеальный ана болуға тырыссаң да, бір күн балаларың ауырып қалады, бір жерде құлап қалады. Сен оны әр секундын сен оның бақылай алмайсың, контрольда ұстай алмайсың. Сондықтан біз түсіну керекпіз да, то есть сен идеальный ана емессің, идеальный келін емессің, және ондай болуға да тиісті емессің. Ең соңғы үшінші өмірімді жеңілдететін ұстаным бұл любой ситуацияны өміріңде болып жатқан дәл сол қалпында мойындай алу, мойындап қабылдау. Қабылдау негізі адамға ең соңынан келетін этапты, басында адам мойындай алу керек. Мысалы, дәл қазір менде мысалы 500 мыңға алтын алуға ақша жоқ, мен соны мойындаймын, мен оны мойындамасам барып сол іштегі сол бір нәрсені толтыра алмай, возможно, бір кредит алып, рассрочкамен ол нәрсені жасауым мүмкін да. Бұл нәрсе не обязательно всегда бір крупный жағдайлармен байланыстыру, мойындау этапын, Бұл обычно үйдегі майда заттардан да пайда болатын, қалыптасатын ұстаным. Мысалы,
жақында бізде үйде жолдасым прихожканың орындығын үстіне аяқпен шығып жатып сындырып қойды. И сол уже кешкі уақыт, ертесіне қонақтар келеді. И сол уақытта менің реакциям қандай болуы мүмкін еді да, мен оны айтуым мүмкін еді: вот, неге шығасың, енді ертең қонақтар келеді, не болды анау сынып тұр. Жоқ, просто мойындадым. Иә, жақсы, солай болды, не істейміз енді. Прихожканы жасап берген жігітті шақырды, ол да қайта түнгі 12-ге қарамастан келіп, бізге за гарантию новый жасап берді. Плюс алдыңғы сиденьеден де жақсысын жасап берді. Астында шкафы бар, сондай. И түнгі 2-де әкеп орнатып беріп кетті. И алдыңғыдан да әдем болып қалды да. Бұл сол ситуацияны мойындаудың, қабылдай алудың, қалай бар солай қабылдай алудың нәтижесі екенін көрсетеді. Тағы да бір пример, простой пример, иә. Жақында мысалы біз алдыңғы жылы жаңа үйге көштік. Сол кезде жолдасым өзінің ақшасын есептеп жүрді, и сондай уақыт болып қалды, енді жаңа алғымыз келетін үйге ақша жетпейді. Біз уақытша бір квартирада тұрып жаттық. Сол кезде бұл ситуацияны просто қабылдау керек болды. Мойындадым. Иә, значит, осылай болу керек болды. Жақсы. Күтем, қай уақытта сенің мүмкіндігің болады, сол уақытта ол үйді аламыз. Бастысы, өзің қалай дұрыс көресің, солай жаса деп, жаңағы ситуацияны просто мойындадым да. И сенесіздер ма, ертесіне таңертең случайно бізге бір күшті предложение шығып, жаңа барып бір үйді көріп, и сол жерде келісім жасап алатын болып кеттік та. Білесіздер ма, и осындай ситуациялар өмірімізде өте көп болады негізінде. Мысалы, жақында тағы да мен балам, үйде 2 жасар, телевизорды жарып қойды. И бұлай уже шытынап кетті да, беті дұрыс көрсетпей. Жақсы, бірінші реакция қандай болады? Ашулануымыз мүмкін, айқайлауымыз мүмкін, бірақ жақсы, солай болу керек болды деп қабылдадым да. Значит, солай ол енді бала ғой, білмейді. И сол күні жолдасым достар қонаққа келген, и бір досы жаңа ситуацияны көріп, суретін қарап, сол жерде айтып тұр да: менің атымнан жаңа телевизор болсын деп, біздің жаңа үйімізге келген. И бұндай чудалар негізі өте көп. Соның барлығы адамның сол ситуацияны қабылдап, мойындай алуында. Айтады ғой, қабылдауда ләззат бар, қабылдамауда азап бар деп. Сол сөз өте күшті айтылған ғой негізі. Сол үшін қазір просто, дәл қазір ситуацияңыз қалай, ішкі халіңіз қандай болып тұр, өміріңізде не болып жатыр, сол нәрселерді просто мойындаңыз. Иә, бұл менің өмірім. Менде қазір осындай жағдайлар болып жатыр. Иә, мойындаймын, қабылдаймын. И бұған мені ешкім қинап алып келген жоқ негізінде. Мен просто өзім таңдадым бұл өмірді, өзім келдім. Сол кезде қабылдағаннан кейін барып, ары қарай дальше не істей алам деген сұрақ туындаған кезде, мен гарантия берем, сіздерде өмірлеріңізде өзгеріс бола бастайды. Осы небәрі 3 ұстанымды өміріңізге енгізіп көріңізші. Чудалар болатынына мен гарантия берем. Сол үшін сәттілік тілеймін барлығыңызға. Келесі кездескенше. Егер де бір видеолар, тағы да бір тақырыптар сіздерді сұрақтар қызықтыратын болса, төменге комментарийге жазып кетіңіз. Алдағы уақытта міндетті түрде соны талқылап бөлісетін боламын.